тұрыңыз, сәлем достар, сендермен Мемирас, Сендекемет каналынасы. Бүгін бізде Майнкрафт деген кереметтей ойында жаңа рубрика жасап жатырмын. Бұл рубриканың аты қандай десеңіздер, қазақша Майнкрафттан үй салу. Енді бұл жаңа версия, және де менің жаңа скинім. Міне көріп тұрған жастар, секрет кукладан міне. Сонан да енді бұл версияның қанша десеңіздер 1.11.04 версия. Ал енді біз көп сөзбей видеомызды бастайық. Ең алдымен керек заттар достар бізге өздеріңізге керек есіктер, және бізге лестница керек. Және маған мына есік болады. Тропический недегі. Достар кешірім сұраймын. Және де бір блок керек. Маған сол алмазный блок. Және де бізге бұл пока қазір біз және бізге стекло керек екен ғой. Стеклоны панельді аламыз. Келесі бөлімдерде біз достар осының егістік жасап сөйтетін боламыз. Механический әрине. Міне осылай. Осылай. Міне. Кішкене осылай ұзартамыз. Осылай. Но пока бізде жетеді енді, онда лестницалар қоямыз. Әрине бүйтіп қойып үйренуға. Былай. Так, енді қазір біз былай қоямыз. Болды қойдық. Енді қазір біз мыналарға қарай ұзатып салынамыз. Мост жасаймыз қазір. Қалап қалдым ғой мост жасайын деп. Достар, даусым шықпайса сіздерді ренжімеңіздер. Енді достар, мен кейінірек бір компьютер алсам, компьютердан да түсірем, бірақ компьютерді мен 1 жылдан соң алуым мүмкін. Өйткені мен компьютерді 3-ші сыныпта алам. Қазір мен 2-ші сыныппын. Неге 3-ші сыныпта десеңіздер, 3-ші сыныпта бізге информатика пәні кіретін естігенмін. Сондықтан да мен 3-ші сыныпта компьютер алам, соған Майнкрафт көшіріп, сіздермен бірге сондай Майнкрафттан видео түсірем. Компьютер немесе ноутбук, яғни ноутбук. Ноутбукқа жазылмауы мүмкін, кейбіріне жазылады. Мен бірақ компьютерде Майнкрафт ойнап көргенмін. Міне осылай. Пока мен қазір телефоннан түсіремін. Мүкіпейшілердің бірі мен деп айтпайын. Мүкіпейшілерге жатықпаймын. Өткен каналым жаңадан ашылады. Достар, неге мен көп күн видео шығармады десеңіздер, менің желанием болмайды. Өйткені сіздер маған не лайк баспайсыздар. Енді көп адам менің видеоларымды көреді, бірақ ешқайсысына да не істемейді. Енді бұрынғы версияда мына есіктер басқа болатын, басқаша болатын, қазір түрлері басқа болып тұр. Сондықтан да мен видео түсіруге желанием болмайды. Не коммент жазбайсыздар, не тіркелмейсіздер. Көп адам көреді менің видеомды, бірақ ешқайсысы тіркелмейді. Және осылайша мен мүлдем видео түсіруге желанием болмады. Сондықтан мен ең соңғы видеомды 1 ай бұрын, немесе 1 апта бұрын, немесе 1-2 апта бұрын түсіргенмін. Өзі видео түсірмегелде көп болды. Сондықтан мен сіздерге арнайы видео түсіріп жатырмын. Егер сіздер маған лайк басып, қолдау көрсетсеңіздер, видеоларым одан да көп болады, достар. Міне осылай. Достар, мен қазір видеом паузаға отырайын, мынаны бәрін үйді былай жасап болайын, былайша. Соны видеомызды жалғастыратын боламыз.
Так достар, міне мен жасап болдым. Былайша айтқанда. Өтеу, енді қазір крышасын жапсақ. Мынау кішкентай кішігірім үй болып қалды. Қазір мына жерлерге кішкене комната қосатын боламыз енді. Бірақ комнаталарды біз келесі бөлімдерде қосамыз. Пока мынандай бірдеңке жасайық. Пока былай қойып қоя салайық. Былай. Менде кезінде осындай исумұртты инсталған, бірақ ол 2 этажды, бірақ комнатадан болған. Бірінші этажында бір комната, екінші этажында бір комната болатын, мейлі. Алдынан мен 2 комната қылдым. Өйткені бұл кішкентай болып қалдым. Міне, енді екінші комнатаны келесі бөлімде жасаймыз. Біз бірінші комнатаны міне жасап біттік. Енді бірінші комнатаның крышасын жағамыз. Және бірінші этажын келесі бөлімде жасайтын боламыз. Қазір біз екінші этажын жасап алдық. Енді мен бұны YouTube'тан көрдім. Бикос ағамның бір видеосын қарағанда, соның үй тұрды, бірақ ода бірінші этаж болмады. А менде болды, достар. Мен бермеңіздер дауысыма. Және тамағыма мен сәл ауырып жүрмін, сондықтан да көп күнде видео шығармадым. Міне бізге осылай екінші этаждың бірінші комнатасынан болды. Қазір біз стеклалар қоятын боламыз. Осылай стекларный панельдер. Және біз факелдің орнына мынандай ланчер деген зат қосылды. Ой, фонар екен. Бұрын бұл ланчер деп аталатын, басқа версияларды. Қандай өттірістер. Естотсыздар ма тұстар? Сіздер естіп жатсыздар ма? Қазір мен дауысын сәл шығарып қойын. Міне. Міне дауыс осындай. Бұрынғы версияларға бұндай қосқан кезде дауыс атты ланчер деп шығып тұратын. Достар, даусыма мен білмеңіздер, жаңа айтқандай тамағым ауырды. Міне достар, бүгін біздерде осындай да видео болды. Ал егер де осы видео ұнаса, бізге лайк басамыз және арнаға тіркелеміз. Енді видео қысқа болып қалды. Ал сендермен болған мен Мирас, және де арнасы қош.